Бұл видеода көретіндеріңіз. Мен 16 лямды қайда ауырттым? Семьяның домына обзор. Фамада қандай машиналар бар? Онымен қоса, мен 16 лямды қайқа ауырттым. Жақсылап жайғасып алған болсаңыздар, біз бастаймыз. Let's go! Бұл күні мен ойынға кірсем, үйім ұшып кеткен екен. Мен вокзал Литвоградтан шықтым да, тез арендадан скутерімді алуға кірістім. Машинада кетіп бара жатып лайк басып, тез көріп кеттім. Получается, ол неше түрлі новыйдан шыққан заттар бар екен. Мен тез басып, провалдан аттан қалай өзгерістер болғанын көруге тырыстым. 60 фишканы алып кеттім. Балансымда 21 лайфкоин бар екен. Және жаңадан шыққан заттарды көріп шықтым. Солай мен осы скутермен кетіп барады, правительствоға дейін барып, машина алайын деп себебі, права алмақ болдым, себебі мен автопаркымда машиналар бар, ал менде права болмаған еді. Правительствоға келе салып, ішінде кіріп лицензорды іздедім. Лицензорға жүгіріп барып, лицензордан барлық праваны бер деп сұрадым. Ол маған бүкіл лицензияларды беріп шықты. Өзім балансымды көріп тұрғандай 18-де 5 лям бар. Аукциондан бір бизнес болса көрейін деп келдім. Мен балансыма келетін бизнес болмағандықтан кері қайттым. Ендігі мақсат домның орнына басқа дом алу және семьяны дамыту. Жолай өзімде медкарта жоқ болғанын көріп, осы жаққа келіп өзіме медкарта алуды шештім. Медкарта алғаннан кейін жалғастыратын болған. Содан промокодтан алған тачкаммен Бусаеваны барып Госта тойс дом бар ма екенін көрейін дедім. Солай жеткеннен кейін жалғастыратын болған. Бусаеваға келген кезде тачкам сынып қалғандықтан жүгіріп бос домдарды іздедім. 5 лямдық дом бар деп үміттенетін боламыз. Іздеп жүріп өзім баяғы фам домына келіп Феррариді шығарып алдым. Бірақ бұл сынып тұрғандықтан фамадан ремкомплект алып, оны жөндедім. Ал енді Ферраримен бірге кататься етіп, жүріп іздейтін боламыз. Ал кеттік. Сосын дәл сол уақытта менде өкінішке орай канистра болмағандықтан, фамадан канистра шығарып қайттан бензин құйып ары қарай кеттік. Бусаева бірді полностью көріп шыққандықтан, енді оригинал Бусаеваға бармақ болдым. Егер осы жақта үй болмаса, анау тұрған Бусаеваның басындағы 10 лямдық үйді ала салатын боламыз. Іздеп жатырым, пока жоқ. Ішке кіріп көрейік, ал іште, если что, випқа да жазып қояқ, Бусаева немесе Карелден үй аламыздар. Осылай іздеп жатырмыз. Mesela біреу сол жаңа біз көрген үйді айтып жатыр, жарайды деп ала салайық сол үйді. 10 лям болса да қазір демде улучшение жасап үйді алатын боламыз. Маған рахмет айта салайық. Кіреміз үйге. Осы видео аяқталғаннан кейін үйді төлеп қоятын болам. Сразу керекті улучшениялар жасап жібереміз. Шкаф пен сейф керек емес маған. Гараж тоже улучшить ететін боламыз. Максимальныйға. Біріншісін бастық, екіншісін керек емес. 4 пен 5 интернет главный. Ал субсидия и так-та керек емес, өткен ол үймен бірге төленетін болады. Енді фамлы тачкаларды осы жаққа келетін болғам, әкеп болғаннан кейін видеоны жалғастырам. Пока. Себебі фаманың тачкаларды дофига, олардың бәрі үйде емес. Енді қойып шығады. Бірінші Ферраридан бастап қоямыз. Сендерге бұл қызық емес деп ойлаймын, сол үшін видеоны өткізіп жіберетін болам. Все, достар, вот тачкаларды как положено қойып тастадым. Мына жақта біздің қаншама очередьте тұрған тачкаларымызды қойып қойдым. 2 бет қылып істеймін деп шештім. Короче, осындай болып шықты. Енді болашақта X5 немесе Camry алам деп ойлаймын. Ойда тұр пока что. Көріп тұрғандай
дәл жаңағы гараж, пока майнинг істемейтін болам. Если что, біреу көмектескісі келсе, Телеграм или ВК-ға шықсаңдар болады, главный звондамаңдар. Сендердің кстати, тоқтай, промокодымды көрсетіп жіберейін. Мен промокодымды пока ешкім жазбапты. Осы промокод жазып кетіңдер, если что. Кстати, мен ешқандай видеомда тіркеліңдер, лайк басыңдар деп айтпаймын. Бұл жолы айтып бастайын. Короче, каналға лайк басып тіркеліп кетіңдер. Дәл осындай қысқасын айтқанда форматында видео келесі 500 просмотрдан кейін шығатын болады. Қош, сау болыңдар.